Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен банау пивай пирогын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен песочный тесто дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқамызға қантымызды, сары майымызды саламыз. Бөлме температурасындағы ұнымызға разрыхителімізді салып, жақсылап қамырымызды дайындап аламыз. Менде печенье болмағандықтан осындай песочный тесто дайындап жатырмын. Сіздерде печенье болса, печенье мен сары майды араластырып песочный тесто жасасаңыздар болады. Мұнда мен 2 пирог дайындайтын боламын. Біреуі восточный пирог, біреуі осы банау пивай. Астына тек бір ғана пирогтың құрамын жазып қалдыратын боламын. Тестамызды міне осылай формаға салып, әдемілеп жайып, 180 градусқа қызып тұрған пешке 20-25 минутқа жібереміз. Піскенінше. Ол пісем дегенше осылай кремімізді дайындап алсақ болады. Сливкиімізға 33%-дық творожный сырымызды, үстіне сахарный пудрамызды салып, біркелкі қою масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай креміміз дайын болды. Холодильникке жібереміз. Кремімізді дайын болған. Міне менің песочный тестам пісіп шықты. Оның үстіне кішкене суытпай ыстықтау болып тұрған кезінде осылай варенье сгущенкамызды жақсылап жағып аламыз. Варенье сгущенканы жағу өте қиындау болмас үшін алдын ала шығарып қойсаңыздар болады. Мен сразу холодильниктен шыққандықтан осылай кішкене жаю қиын болды. Сондықтан мен ыстықтай пирогтың бетіне осылай жағып шықтым. Песочный тестаның бетіне. Сонда тез жайылды. Міне осылай тегістеп жайып шықтық. Енді бананымызды тураймыз. Бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Алдын ала дайындап алған кремімізді осылай мешокқа салып, астына өздеріңізге ұнаған насадкаларыңызды салып, бананды әдемілеп жайып болған соң, үстіне әдемілеп осылай кремімізді жағып шығамыз. Бетін сәндеу әркім өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мен бетіне жаңғақты үгітіп себетін болам. Пирогымыз өте керемет дәмді болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнап жатса лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Бізге ас болсын, сіздерге сәттілік тілеймін. Жасап көріңіздер.
сау болыңыздар.